Мынандай bir savol бар. Саламатсыз ба, Мұхаммеджан аға дейді. Жақында әлеуметтік желіде елбасын балағаттаған Әзірбайжан ұлтының үлкен әжесі десек болады. Сол кісінің бейне жазбасына ұятсыз деген комментарий жазған едім. Сонда маған қарсы айтылмаған сөз жоқ. Ең аяғы Инстаграмдағы оқушылармен түскен суреттерімді алып шығып, сенен тәлім алған балаларға жаным ашиды деген тағы басқа жүрекке ауыр тиетін сөздер айтылды дейді. Бұл жерде мен әр қазағым жалғызым демекші, біздің ұлтты аяққа таптатқанға шыдай алмадым. Екіншіден, қандай да қиын-қыстау кезеңнен алып шыққан елбасының теңіздің тамшысындай қадірін білмегеніне шыдай алмай өте қатты ренжідім. Және бірнеше күн көңілім түсіп көп ойландым. Осыған байланысты қандай кеңес бересіз дейді. Енді бұл қарындасымыздың жан айқайын түсініп тұрмын. Енді әрине қазір мысалға төңірегімізде ақпараттық ағымдарға сенбеген адам аз қалды. Күндіз түні ақпарат сізге біреуді жамандай берсе, сіз елбасы түгіл әке-шешеңізді жек көріп кетесіз. Мен мысалға қаншама оқиғаларды білемін, әйелінің күнделікті жай ғана әшейін, осы мамаң неге үйтеді екен, сен мамаңның осы сүйтетіні бар екен, мамаң қызық ба, жаңа біздің баламызға ұрысып, басқа балаға ұрыспағаны қалай, мамаң қызық екен, осы біздің келгенін жақтырмайтын сияқты ғой деп 100 рет айтар. 1000 рет айтқан кезде ер азамат соңында өзінің мамасын жек көре бастайды. Өзінің мамасын ғайбаттай бастайды. Өзінің туған шешесін жек көре бастайды. Енді біз өмірімізден көріп отырмыз, туған шешесін өсекке еріп жек көріп жатқанда, туған әкесін шешесінің бір ауыз сөзіменен жек көріп жатқандар бар кезде, әрине биліктің биігінде отырған елбасын ол жек көрмейді деп айта алмайсың, сондай жағдайлар кездеседі. Бірақ әркімнің әділдігі өзінің жүрегінде ғой. Әркімнің әділдігі өзінің жүрегінде. Қанша ақпарат дегенмен, ақпаратты да сараптай алатын адамдар бар, Құдайға шүкір қазіргі кезде. Мен көбінде комментарийда жазылғандарды бұрын шынайы пікірлер деп ойлайтынмын. Өкінішке орай, комментарийда жазылған көп ойлар ол фейктер мен боттар. Бір адам отырады да 40 түрлі парақшалар ашып алады. Сөйтеді да бір адамға өзінің пікірін нығыздап, тығындап, сол жерде отырып, ой оңбаған, ой мен сені сондай да ойлап ем, Мұхаммеджан, мен саған сеніп жүрсем, сен осындай биліктің итаршысы екенсің, оңбаған екенсің деп, бір адам 40 түрлі пікір жазады. Ал адам баласы оның бәрін тексеріп отырмайды ғой. Кірсе елдің бәрі оны жек көріп жатқан сияқты, сонымен көп сөздің жетегінде ол да өзінің настроениесін білдіріп жатады. Сондықтан қазір елді негізінен агрессияға итермелеп жатқан дүние осы фейктер мен боттар. Әрине, кез келген елде проблема бар. Анау миллиардтаған әлемнің озығы болып тұрған Жапонияда да, Америкада да проблема бар. Оны ашып қарасаң, қашып кететін проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан енді өз ағасын ағаламаған кісі ағасын бағаламайды дейді ғой қазақ. Сол сияқты біздің елбасымыз ол қазақтың тағдыры, халық қандай болса, оның елбасы сондай болады. Ол атам заманнан келетқан сөз, ол мен айтқан сөз емес. Сондықтан біз ынсапты, әділетті болуымыз керек. Былайша айтқанда, жаңағы кір суы бар легендегі суды төккен кезде дейді. Драматургтардың қалдырған атақты сөзі бұл. Кірлендегі суды төккен кезде суды төк, ішіндегі баласын қоса лақтырып жіберме дейді. Біз біреуді сынаған кезде, біреуге ренжіген кезде, біз ол жердегі құндылықтарымызды қоса лақтырып жібермеуіміз керек. Бұдан кейінгі кезеңде де қазақтың елі, мемлекеті аман болса, талай президенттер келеді. Бірақ ол тұңғыш президенттің бірінші болған елбасының көтерер жүгі ауыр. Оның бағасын бүгінгі адамдар бере алмайды, өкінішке орай. Беріп те жатыр, бірақ оның бағасын тарих береді. Бір кездері Түркия мемлекетінің негізін қалаған Ататүрікті де әртүрлі ағаш аттың басына мінгізген адамдар болған. Қазір қаншама оның қадір қасиетін айтып отырған түріктер жетеді. Сол сияқты әр мемлекетте өзінің бағасын тарих беретін тұлғалар болады. Ол күндері біздің көзіміз көрер, көрмес. Бірақ дәл қазіргі елбасының қадірін білмеген адамдар бұдан кейінгі президенттердің қадірін біледі деп мен айта алмаймын.